Қыздар, мына ерекше әдісті қараңыздаршы. Жұмыртқаны қуырмай, таңғы асқа ерекше әдіспен пісіретін боламыз. Алдымен тәрелкені аздап майлап жіберіп, жұмыртқаны жарып, аздаған тұз себелеп шығамыз. Үстіне бір таяқша укропты қойып, листтерге орналастырамыз. Және де 7 минут, 10 минут қайнатсаңыздар, бұл да осылай күшті болып пісіп шығады. Таңғы асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы ас одан сайын құнарлы болу үшін СК брендінің осындай тунецін пайдаландым. Ақуызға бай, яғни белокқа бай ең пайдалы балықтың бірі. Міндетті түрде осылай жасап жеп көріңіздер. Рецептіне лайк басып, жақыныңызға жіберіп қойыңыз. Парақшам пайдалы, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Мына нанның құрамында 1 грамм болсын ұн жоқ қой. Осындай диеталық нан жасап көріңіздер. Өте пайдалы. Ең бірінші қызыл чечевицаны алып, жуып тазалап, үстіне су құйып бір түнге қоямыз. Бөгіп көлемі үлкен болып тұрады. 2 жұмыртқа, тұз, айран, разрыхлитель және де май қосамыз. Барлығын блендермен жақсылап езіп аламыз. Енді нанның формасына пергамент қағазын төсеп, осыған салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 55-60 минут шамасында пісіреміз. Осылай қып-қызыл әдем болып піседі. Осындай диеталық нан іздеп жүрген құрбыңызға, әпкеңізге осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Рецептіне лайк басыңыз. Парақшам пайдалы түрлі рецептер бар, сондықтан ұмытпай тіркеліп алыңыздар. Ас болсын. Қайнатылған қант па деп қарап отырсаңыз, бұл қант емес, осындай жұмсақ мармелад сияқты халватар атты тағам. Видеоны мұқият қараңыз. Ең бірінші қазанға сұйық май құйып, үстінен ұнды салып, жақсылап араластырамыз және осы ұнды қуырамыз. Осындай қою қоңыр түсте болу керек. Одан кейін үстінен су құясыздар және де венчикпен осы қамырын бір келке етіп араластырып алып, үстінен қант қосып, осыны 30 минут бойы қайнатамыз. Осындай жұқа тәрелкелерге құямыз және де ыстық күйінде жеуге болады. Немесе сәл салқынға қойсаңыз, мармелад сияқты, холодец сияқты қатып тұрады. Осындай дәмді халватар тағамын кениялық цейлондық байджи қара шаймен ішуді кеңес беремін. Қоспасыз, красительсіз, таза шайлардың бірі. Халватар тағамын жасап көріңіз. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркеліп алыңыз. Пайдалы парақша. Беляши жасауға қорқамын, арасы піспей шикі болып қалады деп ойлайтын болсаңыз, осы рецептпен дайындап көріңіз. Бір қамырдан пирожки де, беляши де дайындайтын боламыз. Алдымен таза ыдысқа жылы суымызды, тұз, дрож, аздаған қант және сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұн саламыз. Бұл жерде мен жоғары сұрыпты бараканан ұнын пайдаландым. Сапалы ұндардың бірі, пайдаланып көріңіздер. Енді қамырымызды елейміз. Үстінен аздаған сұйық май қойып, жақсылап иін қандырып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бұл жерде фарш, пияз және тұз бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Дәл осылай қамыр көтерілгеннен кейін дөңгелек бөліктерге бөліп, енді бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Салмасын салып, дөңгелектеп түйіп, тағы да жылы жерге 15 минутқа қалдырамыз. Пирожкиде де, беляшиде де үстіп түйіп болғанша бірінші қамыр көтеріліп қалады. Дәл осылай майға жай отта қып-қызыл пісіріп аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіз. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркеліп алыңыз. Пайдалы парақша, жақын адамдарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Бараканан ұнын міндетті түрде пайдаланып көріңіздер. Ас болсын. Адамда ақша көбейген сайын жақсы үйде тұрып көрсем дейді екен, одан көлік алсам дейді. Осылардың қызығы басылғанда шетел асып шетелге барғысы келеді. Одан әлемді аралағысы келеді, ол жақтан үй алғысы келеді. Мынау дүниелік қызықтың бәрі таусылған кезде адам космосқа барып ұшып көргісі келеді екен. Космостан кейін бітті уже, қызық қалмайды. Осыны әу бастан білетін жаратушы адамның осындай бір тойымсыз екенін білген ол, мынау жәннатты әдейі осы дүниеде бізге көрсетпей жасырып қойған екен. Оның мекені белгісіз болмаса, мынау қаражаты көптер оны да көргісі келуі мүмкін екен. Бұл дегеніміз, оның жәннатына ешқандай қаражатпен емес, тек бір өзің ғана, жақсы амалдарыңмен ғана барасың деген сөз. Сол себепті табысымды қалай арттырсам деп емес, мінезімді кішкене қалай көркемдесем, жақсы амалдарымды қалай көбейтсем деп әуреленген дұрыс. Негізі түшпәрәні әрдайым суға қайнатып пісіретін едім. Сосын инстаграмнан осы рецепті көріп қалып, жасап көріп жатырмын. Сармайды ерітіп, түшпәрәні салып, қып-қызыл қып осылай қуырып аламыз. Сосын үстінен 2 ас қасық қаймақ қосамыз да, және қара бұрыш қосамыз. Бұл Чонкустан фирмасының қара бұрышы. Жоғарыдағы нөмерге жазып тапсырыс беруге болады. Құрғақ және майлы приправалардың түрлері бар. Барлығын бір араластырып, үстінен 1 стақан су құйып қайнатамыз.
қайтамыз да жай отта бұқтырып қоямыз. 10 минутта осылай пельмен пісіп шығады. Үстіне ұсақталған ірімшік және де укроп салып тағы бір 2 минут демдеп қоямыз. Осымен біздің тағамыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ерекше дәмді болып шығады екен. Маған қатты ұнады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, түшпәра жақсы көретін достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.